мынау осы бизнесмендер өтірікші ма бір нәрсе, или әдейі басқалар байып кетпесін дей ма? В общем, көп бизнесмендердің айтатыны ай сайын тапқан табысының 20%-ын жина дейді. И 3 жылда жиналған ақшаңа бизнес ашасың, или депозитке құясың дейді. Солай байысың дейді. Сөйтіп мен жинай бастадым. Ол кезде той түсірем. Видео түсірем деп айына примерно бір 200 мың теңге пайда табам. Айына 40 мың теңгені жинай бастадым. Енді өздеріңіз білесіздер, бала шағаға кредит, қарыздар, жинай алмадым. Бірақ жинаған күнде YouTube бүйтіп есептеп қарадым да, 40 мың теңгеден бір жылда 480 мың теңге, 3 жылда примерно 1,5 миллион ақша жинайды екенмін. 3 жылда 1,5 миллион, Карл. Мақұл, кейін бизнес аштым дейді. И бизнесім жүрмей қалса, тағы 3 жыл жинау керек. Бұл жерде что-то не то дедім. Либо мен ақмақпын, либо мен конкретно алдап жатыр. Есептеп көрдім, мен нормально өмір сүру үшін айына где-то бір 500 мың теңге табуым керек екен. Чтоб не кием, не жейм, бала шағамды киіндіру, кредитті ойланбай жауап тұру үшін де. И үстінен плюс 500 мың теңге керек екен қосымшада, чтоб вообще басты қатырмау үшін. Сөйтіп қарасам, ол үшін бір ишак сияқты жұмыс істеу керек екен. Азынан кешке шейін де. И өзім еріншекпін, байларға қарап отырсам, бір айтарлықтай жұмыс істеп жатқан жоқ. Бизнес үйренем деп шештім. Бастадым, бірақ бір еш нәрсе басыма кірмейді. Воронка, скрипті, продаж дейма. Миым одан бетер ашып кетті ғой, банка болды ғой. Одан кейін аффирмация деген істедім. Мынандай ғой, мен баймын, менде бәрі бар, самолет, машина деп өз-өзіңді сендіру керек екенсің. И одан да еш нәрсе шықпады. Негізі оның өзі бір кәдімгідей бір жұмыс екен. Сөйтіп елестетіп аласың, бірақ есін жинасың, сол баяғы квартирада астында бір ескі Ауди, бала шағаң бетіңе жаудырып қарап тұр, қайттан сол да. И кейін біреуден естім, миллионерлер бір көп кітап оқиды екен деп. Абай жолын сатып алдым, барлық 10 парағын оқып шықтым. Түсініңіздер ғой, Абай жолы қызық емес деп жатқан жоқпын, өзім оқуға жоқпын да. Сөйтіп мектепте осы бала адам болмайды деген рас па деп қоям. Бай болудың қандай түрі бар? Барлығын көріп шықтым ғой. Оқыған әрбір төбеге өтіп шықтым деген сияқты. Атаға айтып кетейін, мотивация деген нәрсе, жігіттер қыздар конкретно бір секрет айтайын, мотивациямен ғана жүрмеңдер. Қысқаша жұмысты істеуді мотивация алғанда бастасаң, ол ұзаққа бармайды. Алгоритммен жүру керек. Қазір ол туралы сәл кеңірек айтып берем. Кейін менің жолым бір саудада шығар деп ойладым, бір коммерсант сияқты, сауда жасай бастадым. Ол қалай болды? Негізі мен кішкентай бір нәрседен бастаймын, кейін үлкейіп кеңейем деген ой ғой. Сөйтіп бір будка алдым. 2 айда бір банкрот болдым ғой. Саудада жинаған ақшаны қайтадан өз-өзіне сала беру керек екен де. Сөйтіп 10 жылда супермаркет болады екенсің. Енді 10 жыл бойы дамуға что-то желание жоқ дедім. Сол баяғы ишак болу керек екен. Таңертең сағат 8-де шығасың, түнде 11-де келесің, бала шаған келіншегіңді көрмейсің. И 10 жылда олай миллионер болмай-ақ қойдым дедім. В общем, бизнес кірмеді, мотивация кірмеді, аффирмация кірмеді, сауда кірмеді. Сөйтіп бай болудың басқа жолын іздей бастадым. Біз не керек? Өзімізде жоқ нәрсені іздей береді екенбіз. Оны мен қашан түсіндім? Осыдан бір 17 жыл бұрын, ол кезде жасым 16-та, то ли 7-те бір әкемнің жұмысында отырмын да, әкем бір компьютер әперіп қойған, и бір принтер әперіп қойған да. Компьютер нормально монтаж жасауға келеді. Өзімде монтаж жасай аламын. Бірақ қарны аш, ақша жоқ. Бір ай бойы нормально тамақ жемегенсің. Роллтон, майонез, и сол кезде ойланам ғой шіркін. Қазір осы камерам болғанда ғой, барып той түсірем, ақша алатын едім деп ойланып отырмын ғой. Қараңыздар, енді бұл жерде өзімде жоқ нәрсені армандап жатырмын да мен. Как будто сол нәрсе бар болып қалса, бір барлығы өзгеріп кететін дейді. Сол кезде миымда кәдімгі өзгеріс болды. Мен басқаша ойланып көрейінші дедім. Егер де менде компьютер мен принтер болмағанда, осы компьютер мен принтер болғанда не істейтін едім деп ойланатын едім. Деп сразу бір ой келді, ойым ауысты да. Бір набор текст жасап, адамдар дипломларын, лекцияларын, переводтарын жасайтын едім ғой деген ой келді. Өзім орысшаны жетік меңгеріп переводтай берем. Сөйтіп осымнан бір 500 теңге қарызға алып, қағаз сатып алдым, светокопия деген. Сөйтіп бүкіл университеттің жанынан жапсырып шықтым. Набор текста, перевод деп конкуренттерден баға 10 теңге арзан қылып қойдым да. И как раз сол кезде сессия басталған. Клиент деген есіктеп очередьте тұр. Тем более өздеріңіз білесіздер, студенттер барынша экономдау керек қой. Ең арзан менде. Осылайша сол кезде бір аштықтан аман қалғам. Кейін бағана баюдың жолын іздеп жүрмін ғой. Сол кезде есіме түсті. Қайтадан ойлану методикасын өзгерттім. Так, қолымнан не келеді, тізбектей бастадым.
видео түсіру келеді, монтаж жасау келеді. Енді ол кезде YouTube каналымда 10-ақ мың ба подписчик бар. Так, YouTube'пен дамуды зерттейін дедім. Интернетте қандай материал бар, барлығын басынан аяғына дейін төңкердім ғой. Білесіздер, еріншекпін, бірақ нақты қадам басып, осы кезде ерінбей барлығын зерттейін деп шештім. Ұйықтамасам ұйықтамаймын, қарным аш болса болсын, не важно. Сен жұмыс істемейсің, барса жұмыс істесе, еш болмаса бір жерге 50 мың теңгелік аяққа тұрса деген сөздерді кетіп жатыр, короче, құлаққа ше. Енді еркек болған соң бәрібір намысына келеді ғой. Мен айтарлық ақша жауып тауып жатқан жоқсың, енді сол квартираны төлеуге, майда шүйдеуге бір шығындар ғана жабасың да. Бірақ құлағымда фильтр қойып қойдым. Барлығын жиыстырып қойып, YouTube'пен ақша табуды, дамуды зерттедім. Сөйтіп жүргенде қарасам 2 жыл өтіп кеткен ғой арада. Енді барлық жиған білімімді алып, тізбектеп 60 инструмент шығардым. Сөйтіп өзімнің Мейрам киностудиясы деген YouTube каналыма қолдана бастадым. Қалай ойлайсыздар, не болды? Полный инструменттерді қолдана бастағаннан бастап, 1,5 жылда 1 миллион подписчикке жетті ғой. Екінші канал 200 мың подписчикке жетті. Короче, екінші каналды ерте ашу керек екен, ертерек ашып қою керек екен да, ол да бір инструмент. Енді ақша таппай сорлы болып жүргенде біраз әңгіме естідік қой, енді біраз адамға мазақ болды ғой, YouTube'тан ақша таппақшы болып жүр, ақымақ дегендер де болды ішінде. Бірақ өзің армандаған өмірге жеткенде солардың түріне қарау бір негіз кайф қой. Соларға сол сезім сіздерге нәсіп етсін. Енді бағана айтқан мотивация, аффирмация еш нәрсе керек жоқ адамға. YouTube'пен ақша табу үшін 3-ақ сағат тұрады екен. Тек белгілі алгоритмдерді ровно орындап отыру керек, болды. Ең бірінші, өзіңнің қолынан не келеді, соны видеоға түсіру. Екінші, көрерменге пайдаңды тигізу. Үшіншісі, қызметіңді дұрыс сату или товарыңды. Қазір общий 5 каналым бар. Бір каналымның өзі айына 1 миллион теңге алып келеді тек просмотрдан. Бағана айтқан 2 жыл зерттеп жинаған 60 инструментті 20 сабаққа тізіп, видео етіп дайындап қойдым. Қазір бай боламын деген 50 адамнан тұратын группа жинап жатырмын. Сол сабақтар берем. Менен аптасына 7 күн байланыста боласыздар. Общий қолыңыздан не келеді, соны түсіре отырып бай болғыңыз келсе. Бізде әлі орын бар, қосылам дегендерді күтем. Толық мәлімет алу үшін төмендегі кнопканы басып, менің WhatsApp-ыма өтіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алда вообще бомба видеолар күтіп тұр, солар жіберіп алмаңыздар, бірінші болып көріңіздер. Сау болыңыздар.